Әбдіғали! Байлаулы екен ғой. Өте берейін бе? Көрші қалай? Махаббаттың қырт күшін әлелен Екі жас таныстырған жүрегін Жастық жалғасып арман ақ ниет Бақыт сыйлап қызынып бір күлдерін Шым көрмейді Қарапайым қазақтың қара домалақ баласы Дима шай жібергізім ғой Жында, нағалай. Маман. Класстан. Қандай? Класста. Доста. Сен бай, бәттересің бай. Қалай арат? Не болды? Не ақ күлесің? Не ақ көрдің? Қақта жүрсің? Жынма бір ағыр озаған дейсің, не? Қақта жүрсің? Қалада? Не бөлдір жүрсің, брат? Не бөлдір жүрсің? Түшмақ. Не түш? Кім? Сен біреуде қорқытырсың ғой сен? Біреуде қорққаннан сенге алақ жылға өтеді жаңағыңа? Сен қорққаннан кейінгі жай сөйлеп тұрсың ғой сен? Тамағым ауырып отыр. Жаңа ғана сөйледің ғой. Досым, шыныңды айтшы. Не бөлдіріп жүрсің? Ештеңе бөлдіріп жүрсің. Ауылда бәрі сені жамандап жатыр. Ауылға қалай кірдің сен? Сені жақтаймын деп мен жалғыз өзім қалып кеттім просто. Сен әр сөзге сене бермесең, сен менің аузымда естігенге сенсей. Не бөлдіріп жүрсің десең? Айтсай, не бөлдіріп жүрсің? Айтсайшы, жынды мынау. Не айтпай көтеруге бел байладың ба? Айтуға сөзім. Айтсай? Айтсай. Айтпасың ғой. Бәрінен бұрын. Не болды десей? Не болды? 95-те братаным келді. Чо там? Сен родной братаның ба? Титурин ба? 95-тер. Мен Титурин, Нұғман, Поқай бәрі ма? Ай болайын деп тұрсың. Не қылды? Қашсай. Қандай бар ана? Жол. Біреу келді ма? Жоқ ешкім жоқ қой. Момын дауыс ма, біреудің дауысы шығып жатыр ғой? Жоқ, момын. Бергеле. Кім дауысы шығып жатыр? Брат, ешкім ғой. Телевизор ғой, үйден шықпай. Қандай телевизор? Ё-моё. Қойшы братан. Маған естілмейтін жар енді. Қойшы братан. Қойшы братан. Әлі жинамағасын ба, неміне бәле нау? Баклашка, горела құтысы, неміне бәле нау? Жаңа айтқан ек қозған. Тұрғы мұнау, жинамағасын ба? Қазан ошақты құрт. Айттым ғой мен саған, ар жақ қарай құрт деп бәрін. Жинатесіз давай. Қазан ошақты құрт. Болды, братан. Кәсіз деп тастаймын ба? Ма, не оғатыр? Жайша? Жүрсейін көрсетем ба? Не істеп жүрсің? Айтсай? Айтқанда не яқта жеңгешкалар отыр. Короче, мына жерде отыр, мен ішке кірем. Бәрі не істеп өзің? Кеттік жүрде. Досым айтшы, өтірік қой. Маған сенесің бе? Кімге сенесің болды? Өтірік па маған сенесің болды? Анау ма? Есірткі сатып атыр деген. Қайдаған айтпашы, қайдаған айтпашы. Біреудің қатын зорлайды. Біреудің не зорлайды? Адам. Тұр болды. Мынау. Ше! Бутикке барып, киімге жайғап келу керек. Мариям беріп алған еді. Же қалайсыздар? Ой, қалайсың, жүріпсің? Беш бармақ дейсің істеп. Же?
Сіздерге бір свежий өсегім бар ғой мен. Көшенің басындағы Құрмаштың баласы бар ғой, Момын, досым. Сол келейінде батыр дейді, не істедіңіздер, білгендеріңізді айтсаңыздар. Аяна Момын ба? Өзінен 10 жас үлкен қатынның үйіне кіріп алған. Ол қатынның 2 баласы бар деген еді ғой. Ол қатынның. Несі Ана қатын 2 баласы бар ма? 2 баласы бар ма? Иә. Оның 2 қатын-патын естіген жоқпын, бірақ жас қызбен жүретін білем. Сіздер үйтіп артық айтпасаңыздар шоң. Аяна жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Дуалап алғанда онда. Деше өзіңіздің ана бір сөзіңіз бар ғой, ұлттық. Шындық бір үйге кіріп шығам дегенше өтірік дамады деп оны үйді арлайды деп. В общем, келейін деп жатыр ол. Аяна сен айтып едің ғой, бір ана сетевой жайлыда шыққан еді ғой бір өсек. Иә, сетевой маркетингке кіріп кеткен деген оны. О сетевой маркетингтегілер оны жібере қоймас. Сіздердегі ән беш бармақ дайын болса шақырасыздар. Жіншелер бекер әңгіме айтпайды. Деше қойыңыздар. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Құдай біледі, соны дуалап алған. Сондай болғанда. Дәрігер, толық емделіп өтуіне мүмкіндік бар ма? Емделуден қашпаса мүмкіндік бар. Қашпаймыз ғой, не істеу керек ол үшін? Осы жерде 1 ай қалып, система қабылдап, күн сайын психологтардың берген тапсырмасын орындау керек. Психологтардың тапсырмасын орындап, жазылып кететін болса, қалдырайын онда. Естідің ғой, Мерия? 1 ай осында қалып, жатып емделіп, Мерия емес, Мерияға болып шығайын деп тұрсам айтадың. Онда жүріңіз, ресепшнге барып ақшаңызды есептеп берейін. Жүріңіз. Қалайсыздар, мама, папа? Мен бұл қатты сіздерден қатты ұялып жазып отырмын. Осыдан 6 ай бұрын өз бетіммен өмір сүрем деп сіздерді тастап кетіп едім. Енді қазір өзімнің қателігімді түсініп келіп тұрмын. Бірден үйге кіруге бата алмай жатырмын. Мүмкін мені кешіргілеріңіз келмейтін шығар. Қалай десеңіздер де, мен сіздерден басқа жер бетінде ешбір жанашырым жоқ екенін түсіндім. Алланың разылығы ата-ананың разылығында екен ғой. Мен сіздерді еш қашан шетке ысырған емеспін. Мен жай ғана қалада өз бетіммен жетістікке жетіп, сіздерді қуантқым келді. Егер мені кешіріп, қабылдаймын десеңіздер, өмір бойы сіздердің айтқандарыңыздан шықпаймын. Ал егер мені көргілеріңіз келмесе, біліңіздер, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Осы уақытқа дейін уайымдатып, телефон номерімді өзгертіп, із-түссіз кеткенім менің өмірімдегі ең үлкен қателік болды. Егер кешірген болсаңыздар, ертең таңертең есіктің төбесіне ақ мата іліп қойыңыздар. Сол арқылы кешіргендеріңізді түсініп, мен үйге кірем. Ал егер мені қабылдағыларыңыз келмесе, ештеңе ілмей-ақ қойыңыздар. Мен сіздердің бұдан кейін мазаларыңызды алмаймын. Сіздер үшін дұғада болам. Сіздердің ұлдарыңыз Момын. Сол, өздеріңізге аманат енді. 1 айдан кейін жол кездескенше. Қайда? Үйге?
Сен қайда? Үйге. Үйге? Сен қаласың осы жерде? Неге қалдың? Бағана ғана не айттым мен? Не айттың сен? Палатада жатқанда айттым ғой, бір ай больницада жатып емделесің деп. Айтқан жоқсың? Айттым ғой, сен көзің ашық, аспан қарап жаттың ғой. Мен көзімді ашып ұйықтаймын ғой. Көзін ашып ұйықтағансың ба сен? Иә. Кеттік онда. Ей, Не? сен қаласың осы жерде деймін? Барам мен. Ойшым, осы жақта қаласың сен бір ай. Сөйтіп емделесің. Жазылып кеткен мен. 2 ай емделдім ғой. Жазылып қойсың, машинаға ал. Сен вообще танымайтын біреуге машина сатып жібердің ғой. Сатып жіберген жоқсың, сен вообще беріп жібердің ғой машинаны. Танып тұрмын ғой енді, сені бәріңді танып тұрмын ғой, бәріңді танимын мен. Бопты мені танисың, мынау кім ал? Врач ғой. Аты кім ал? Білмеймін. Көрме, білмейсің. Ойшым, қаласың осы жерде. Бұл диагнозда жазылып кету үшін ми қыртыстарында ұйықтап қалған бөліктері ояну керек. Ол үшін көп ойлану керек және көп жылау керек. Жылау керек. Болды, дайын, қайттық. Болды, кете беріңіз, мен өзім ақтаймын. Қайтам мен. Қайтам деймін саған. Отырсай. Отыр бұл, қайтам мен. Қайтам мен. Жібер. Жібер. Таяқ жейсің қазір. Қайттық. Бармайсың ешқайда. Қаласың осы жерде. Сен мен абыройым төккеннен басқа не істедің осы? Екеуміз дос емеспіз ба? Сендей достың болғанына маған болмаған артық. Сен мен үшін үлкен проблемасың. Мен сен үшін ұяламын, тіпті білесің ба? Сен мен осы уақытқа дейін косякқа кіргізгеннен басқа не істедің? Сен маған керек емессің, Мерей. Мені іздеме бұдан кейін, түсінің ба? Не? Қарамама ойсы Мерей. Мен сені танымаймын ады өйтіп. Аға, қайда барасыз? Қалуға енді көнеріп жатқан едіңіз ғой? Оның үстіне дәрігерлер көп жылау керек деп айтты. Сіз қазір кіргенмен бәрін білдіресіз. Сіздің жаныңыз ашық атса, осылай қалдырғаныңыз жөн болады. Өзің келіп жағдайын біліп тұрасың. Иә, қаласаңыз мектептен ерте шыққан күндері келіп, жағдайын біліп тұрайын. Уайымдама досым. Осы әке анау неғып кешіреді ғой олар. Сен қазір ана жаққа барған екен бар ғой, адамды. Естің төбесін анықтап қара. Ақымада кішкентай ғой, байқамай қалуы мүмкін. Дұрыстап қарайсың енді. Досым, мен байқамай қалған жағдайда да ашық шешім қабылдауды білемін білмейсің? Ол атадан қатты да оқымаған да шығар енді. Мүмкін, ә? Өзің сала бермейсің? Мен енді поддержка бере алмасам да, білесің ғой радым. Барайын, аяқ тұрсын. Қойшай, салына бермеші, әке үшін ғой. Бүгін кешірмесе, ертең кешіреді. Білем ғой мен әпшеммен. Барайын. Звонда мен аяқтан. Қораға көмектеспейсің, ә? Я Алла, егер ата-анам мені кешірсе, бұдан кейін оларды ренжітпеуге сөз берем. Ал егер олар кешірмесе, жүректерге мейірім беруші сенсің ғой.
оларды кешірте көрші. Ассалаумағалейкум достар. 1+0 сериалы 12 сериядан тұрады. Қазір көргендеріңіз 11 серия, демек бір серия ғана, яғни финалдық серия қалды. Осы уақытқа дейін бізбен бірге болып қолдау көрсеткен көрермендерімізге алғыс білдіреміз, рахмет айтамыз. Көрермендерге ғана емес, ат салысқан біздің ата-анамыз, достарымыз, аға бауырларымыздың барлығына алғыс білдіреміз. Финалдық серияны күтіңіздер, Құдай қаласа. Бұл серияда біз бірінші сериядан 10 серияға дейін осы киноның сценаристі әрі режиссер, көмекші, жалпы екі адамның идеясымен шыққан, мен және де қасымдағы молқау қыз Айгүл. Біздің басты мақсатымыз ақша табу болған жоқ, біздің мақсатымыз танымалдылық болған жоқ, біздің басты мақсатымыз көрерменге бір нәрсе түсіндірейікші деген ой болды. Біз ақылдасып, не тақырыпты таңдаймыз, қай тақырыпты таңдасақ көрерменге көп нәрсе жеткізе аламыз деген ниет болды. Алла тілеуімізді берді. Жазылған 1000 комментарийдің тек біреуі ғана негатив шығар, қалған 999-ы жақсы ой пікір қалдырған. Біз бұл жетістікпен мақтанамыз, қуанамыз, рахаттанамыз. Сіздерге алғыс білдіреміз. Құдай қаласа 12-ші серия шығады. Сіздерден кешірім сұраймыз, біз араларын үзіп жүрдік, өйткені енді көп қиындықтар бар, көрермен білмейтін қиындықтардың себептерінен. 12-ші серия шыққаннан кейін, 1-ші серия мен 12-ші серияға дейінгі барлық серияларды, кешірім сұраймын, серияларды қосып, полный метр қылып, өзіміздің YouTube каналға жариялаймыз. Көріңіздер. Ал, бір сырласым келген еді просто. Киноның аяғы. Бітейін деп атырда, қимай атырында, жаңа көктемде бастадық. Қимастық сезім бар ма? 1+0 деген. Әр туынды ол өнер адамының бір перзенті десек болады ғой. Менің бір іштен шыққан перзентім сияқты да бұл 1+0. Рахмет сіздерге. Көрермен бір нәрсе түсінсе, сол арқылы жүрегіне жақын бір нәрсе алатын болса, біз әрдайым қуаныштымыз.